Қоғамды дамытып, халықтың әл-ауқатын көтеру үшін еліміздегі барлық саяси күштер бірігуі керек, яғни билік пен азаматтық кеңес келісіп пішкен тон келте болмайды. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институт өкілдерінің пікірі осыған саяды. Бас қосуда мамандар президент сайлауының қорытындылары мен қоғамның саяси күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады. Олар жаңа президент жастар саясатына басымдық береді. Тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған бағдарламалардың іске асырылуын күшейтеді деп сенеді. Сонымен қатар сыртқы саясатта да көп векторлық бағытты жалғастырып, халықаралық аренадағы сенімді серіктес бола біледі. Күн тәртібінде әрине әлеуметтік экономикалық сала әрқашанда өзекті болады. Әлеуметтік экономикалық секторға байланысты көптеген қазір сұрақтар туындап жатыр, мәселелер туындап жатыр. Енді өздеріңіз ғана кеше көрдіңіздер, кеше білім және ғылым министрлігін ауыстырды. Яғни бүгіндегі осы әлеуметтік экономикалық секторларға жаңағыдай саяси менеджментті, саяси басқаруы жаңағыдай жастар толқынына келеміз деп жаңағыдай сенім артып отыр көп сарапшылар. Сонымен қатар жаңағы әлеуметтік экономикалық секторда әсіресе аймақтарға мән беріледі, себебі бүгіндегі аймақтардың ахуалы бүкіл толыққанды Қазақстанның дамуына да толыққанды әсер етеді.